Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Екінші сынып қазақ тілі сабағын бастаймыз. Кітабымыздың 94-ші бетіндегі бүгінгі сабақтың тақырыбы «Армысың, ауыл». Тема нашего сегодняшнего урока «Здравствуй, село». Бүгінгі сабағымыздың мақсаты диалогты жалғастырып айтуды, мәтін құрастырып жазуды үйренетін боламыз. Келесі кезекте бүгінгі жаңа сөздерімізді, сөздік дәптерімізді ашып жазып аламыз. Жаңа сөздерімізді менімен бірге қайталап отырайық. Слушаем и повторим. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Гүл теру, көк шалғын, балық аулау, суда жүзу. Қайталап отырсаңыздар, жарайсыздар. Келесі тапсырмамыз сурет пен сөздерді сәйкестендіру болып табылады. Яғни бізде 4 сурет берілген, және де 4 сөз тіркесі. Тиісінше қай сөздің қай суретке сәйкес келетіндігін анықтауымыз керек. Бірінші суретке назар аударайық. Бұл яғни суда жүзу. Яғни біз бұл суретте көріп тұрғанымыздай суда жүзіп жатқан балалардың бейнесі берілген. Келесі сурет бұл көк шалғын. Яғни екінші суретте бізде көк шалғын бейнеленген. Назарымызды үшінші суретке аударамыз. Яғни бұл жерде біз балық аулап жатқан баланы көріп тұрмыз. Үшінші суретке сәйкес келетін сөз балық аулау. Тиісінше төртінші сөз бұл, яғни бізде гүл теру болып табылады. Жарайсыздар балалар. Келесі кезекте бірінші тапсырма. Серік Әкрамұлының өлеңі. Слушаем внимательно. Мұқият тыңдаймыз. Аң құсы көп тауында, шидегі мол бауында. Ата әжем тұратын, бардым жазда ауылға. Қармақпенен аудалып, көлден балық ауладық. Қызыл сары гүл теріп, көк шалғында аунадық. Осы өлең бойынша енді бізде сұрақ бар екен, сол сұраққа жауап беріп көрейік. Жазда ауылда қандай қызықтар болады екен? Балалар, енді кезекте жазбаша тапсырмаға кезек берейік. Жазу дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің ретін және де бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жазып алайық. Екінші тапсырма. Келесі кезекте екінші тапсырма. Бұл жазбаша тапсырма. Диалогты жалғастырып оқу және де толықтырып жазу. Сен қайда бардың? Мен ауылға бардым. Сен ауылда не істедің? Мен ауылда. Теперь вот здесь мы ответим на этот вопрос. Что ты делал в ауле? Мен ауылда, я в ауле, мысалға, балық ауладым, суда жүздім, гүл тердім деген секілді жауаптар қабылданады. Жазбаша тапсырма дәптерімізге жазып алайық. Балалар, енді кезекте сергіту сәті. Қазір барлығымыз бірге әнді орындайық. Шырылдап боз торғайы, жайқалған көк тоғайы, ата әжемнің ауылын үнемі сағынамын. Ауыл деген бақыт қой, ата әжем алтын ғой, ауылымды аңсадым, жазда іздеп барамын. Жұпар жусаннан қиды, көлде үйрек қалқиды, құлындар көп үйірде, жайылады өрісте. Ауыл деген бақыт қой, ата әжем алтын ғой, ауылымды аңсадым, жазда іздеп барамын. Шөлдегенде әжемнің аққымызын ішемін, қамшысын мен атамның алып атпен шабамын. Ауыл деген бақыт қой, ата әжем алтын ғой, ауылымды аңсадым, жазда іздеп барамын. Дала жасыл текемет, суы мөлдір керемет, күнбағыс пен жүгері, күн сияқты сап-сары. Келесі кезекте үшінші тапсырма. Прочитаем, оқимыз. Сәлем Айбар, сен жазда ауылға қыдырып кел. Мен саған әдемі жерлерді көрсетемін. Өзенде жүземіз. Орманға бүлдірген теруге барамыз. Жазғы демалысты жақсы өткіземіз. Сәлеммен досың Қанат. Мәтінді тағы да жақсылап оқып шығамыз.
Одан кейін мәтін бойынша сұраққа жауап берейік. Қанат досын қайда шақырды? Балалар, үй жұмысы 95-ші беттегі 4-ші тапсырма. Ауылдағы демалыс тақырыбында мәтін құрастырып жазамыз. Составим текст на тему отдых в ауле. Используем ключевые слова. Тірек сөздерді пайдалану арқылы мәтін құрастырып жазамыз. Олай болса сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.